Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Ситқазқызы. Егер сіздің балаңызға РАС, ЗПР, ЗРР, сөйлеудің кешігуі деген диагноздар қойып, сіз балаңызды қалай дамытатыныңызды білмей жүрген болсаңыз, мен сізге баланың дамыту пирамидасы туралы айтатын боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріңіздер. Бала не үшін сөйлеуінің кешігуі, есте сақтау қабілетін кешігуі болып жатқанын сіз осы видеода білетін боласыздар. Алдымен менің каналыма тіркеліп подписаться деген батырманы басып, уведомление деген значокты басатын болсаңыздар, каналда шыққан жаңа видеоны бірінші болып көріп отырасыздар. Сондықтан міндетті түрде подписка жасап алыңыздар. Ал біз бастаймыз. Ал енді осы пирамидаға қарайтын болсаңыздар, бұл пирамидада баланың сөйлеу, ойлау қабілетін дамыту үшін қандай жүйке жүйелерін біз дамытуымыз керектігі жөнінде осы жерде жазылып тұр. Ең алдымен пирамиданың ең жоғарғы бөлігіне мән беріңіздер. Көкпен көрініп тұрған ол пирамиданың басы. Біз пирамиданың шыңында сөйлеу, оқу, интеллект, өзін қоршаған ортада ұстау, өмірлік жаңағыдай үйренген заттардың барлығы бізде осы көкпен белгіленген шыңында тұр пирамиданың. Біз бұл пирамиданың шыңына бірден жете алмаймыз. Яғни осы көктегі заттардың барлығын бала бірден үйрене алмайды. Алдымен біз базаны үйренуіміз керек. База дегеніміз ол пирамиданың ең төменгі бөлігінде тұр. Ең төменгі бөлігінде центральная нервная система деп ақпен белгіленіп тұр. Ол дегеніміз орталық жүйке жүйесін дамыту деген сөз. Орталық жүйке жүйесін біз алдымен дамытып алуымыз керек. Ол үшін сарымен белгіленген заттардың барлығын біз балаға жасауымыз керек. Тактильді, вестибулярлы, проприоцептивті жүйені, иіс сезу, дәм сезу, көру және де есту сияқты осы жүйелердің барлығын біз балада дамытуымыз керек. Содан кейін барып уже келесі даму сатысына көшеміз. Ал енді ең бірінші тактильдік сезім туралы айтайық. Тактильдік сезім пирамиданың ең бастапқы төменгі бөлігінде, пирамиданың основасы, яғни жаңағыдай үйдің де өзінің фундаменті болады ғой, сол сияқты сіздерде балаларыңызға фундаментті создавать ету үшін алдымен осы тактильдік сезімді дамытуыңыз керек. Тактильдік сезім дегеніміз ол әртүрлі тері арқылы сезімді, суықты, ыстықты, үшкір затты, тегіс затты, кедір-бұдыр затты, сырылғанды бала сезу керек. Бұл сезімді дамыту үшін баланы жалаң аяқ жүргізу керек. Топырақта ойнаған дұрыс, майда ойыншықтармен ойнаған дұрыс. Және де жаңағыдай глина дейді, яғни балшықпен ойнаған, әртүрлі крупалармен, жаңағыдай маны, болмаса горох, гречка, күріш сияқты заттарды саусақпен ұстап, әрқайсы әртүрлі екенін бала сезу керек. Және де қоршаған ортада бала серуендеген кезде, мысалы жаңбыр жауған кезде, серуендеген кезде бала түсінеді қандай сезімдер болатындығы жөнінде. Және де бала тамақтаған кезде, әртүрлі қатты тағамдар жеген кезде де балада жаңағыдай тактильдік сезім дамиды. Сондықтан балаға қатты заттарды да беруіміз керек. Және әртүрлі киімдерді киіп көргенде дұрыс. Қатты киімді киген кезде, жаңағыдай матасы қатты киімдерді киген кезде қандай сезім болады, матасы жұмсақ киім киген кезде қандай сезім болады, оны да бала түсіну керек. Және тактильді сезімді дамыту үшін міндетті түрде бала қолмен тамақ жеп үйрену керек. Яғни ерте жаста сіздер балаларды өздеріңіз тамақтандырмай, алдына тамақты беріп қойып, өз бетінше аузына апарып, өз бетінше саусағымен сезіп, аузын тауып, жаңағыдай жегені бізде тактильдік сезімді жақсы дамытады. Енді екінші бізде пирамиданың
базасы ол вестибулярлық жүйе. Вестибулярлық жүйе дегеніміз ол тепе-теңдік сақтау жүйесі. Егер бізде тепе-теңдік сақтау жүйесінде дұрыс жаңағыдай даму болмайтын болса, біздің баламыздың жаңағыдай сезінуі, түсіну қабілеттерінің барлығы дұрыс болмайды. Сондықтан біз вестибулярлық жүйені дамытуымыз керек. Оны дамыту үшін сіздер балаға бір аяқпен тұру, тепе-теңдік сақтау, качелялар, карусельдерге отырғызып, баланың жаңағыдай осы карусельдерде денесін тепе-теңдігін сақтауға тырысуы, секірулер, әртүрлі бұрылыстар жасап секірсе, айланып жүгірсе, бұның барлығы баланың тепе-теңдік сақтауын дамытады. Және де велосипед айдаған кезде, коньки тепкен кезде, және де әртүрлі көзді жұмып ойындар ойнаған кезде біздің балаларымызда вестибулярлық жүйе жақсы дамиды. Жүрген кезде, жүгірген кезде, және де жерге домалаған кезде де бізде вестибулярлық жүйе жақсы дамиды. Енді келесі бізде дамытатын жүйеміз проприоцептивтік жүйе. Проприоцептивтік жүйе дегеніміз ол негізгі ең керекті нәрсе. Яғни бала өзінің денесін сезінуі керек. Бала денесін жаңағыдай сезіну үшін алдымен ең балалар жақсы көретін ол құшақтасу, жүгіру, секіру, асылып тұру, ауыр зат көтеру, және де бір нәрсені тарту, итеру деген сияқты қысу және қатты тағамды жеуде проприоцептивті жүйені жақсы дамытады. Және де жаңағыдай қою сұйықтықты трубочка арқылы ішу де тоже проприоцептивті жүйені жақсы дамытады. Ауыр одеял жамылса да, немесе ауыр доптармен ойнаса да, денесінде әртүрлі жарақаттар болған кезде бала сезінеді проприоцептивті жүйені. Сондықтан бала құлап, бір жерін сырып алған кезде сіздер қорықпаңыздар. Ол наоборот баланың проприоцептивті жүйесін жақсы дамытады. Және де бала өз гигиенасын өзі сақтанса, оның өзі де балаға проприоцептивті жүйені дамытуға үлкен көмегін тигізеді. Және де гаршокқа өз бетінше отырғаны да балаға пайдалы. Енді біз ең негізгі тактильдік, вестибулярлық және проприоцептивтік жүйені айтып өттік. Енді ары қарата сіздер жазылып тұрған сияқты иіс сезу, жаңағыдай көру, есту және дәм сезумен жұмыс жасайтын әртүрлі ойындар қолдансаңыздар болады. Осы ойындарды қолданып, одан кейін барып уже жасыл бөлікке көшесіздер. Бұл жерде жасыл бөлікте координация, көз қолмен, денесін жаңағыдай өзін сезіну, және де есту, сөйлеу қабілетін дамуы, яғни келесі этаптардың барлығын сіздер алдымен базаны дамыту арқылы ғана жасай аласыздар. Сондықтан ең алдымен төменгі 3 осы тактильдік жүйе, вестибулярлық жүйе және проприоцептивті жүйені дамытумен жұмыс жасаңыздар. Содан кейін барып уже сарымен белгіленген жүйелердің барлығын жетілдіргеннен кейін ғана балаға сөйлеу, ойлау қабілетін даму жеңіл болып есептеледі. Бұл дәлелденген. Сондықтан осы пирамиданы қолданып, әртүрлі ойындар, әртүрлі баламен жаттығулар жасайтын болсаңыздар, балаларыңыз ерте жақсы сөйлеп, сіздерді қуантатын болады. Осы мәлімет сіздерге пайдалы болған болса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Осы видеомен бөлісіп отырыңыздар. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Қош сау болыңыздар, ауырмаңыздар.